Құрметті Сайрам ауданы тұрғындары мен қонақтары, Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 2026 жыл цифрландыру және жасанды интеллект жылы болып жариялануына байланысты қылмыстың және құқық бұзушылықтың алдын алу, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жедел басқару орталығы ашылып, жұмыс атқаруда. Сайрам ауданы аумағында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 116 бейнебақылау камерасы және 8 жылдамдық өлшегіш камерасы іске қосылған. Аталған жүйе аудан көлемінде қоғамдық орындарда орын алуы мүмкін құқық бұзушылықтарды дер кезінде анықтауға, жол қозғалысы қауіпсіздігін бақылауға және тұрғындардың тыныштығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осыған байланысты қоғамдық орындарда өз қауіпсіздіктеріңіз үшін құқықтық тәртіп сақтауға, заң талаптарын құрметтеуге, тазалық пен мәдениеттілікті сақтауға шақырамыз.